Қазақша ертегі. Жалқау қоян. Баяғы өткен заманда аңдар мекендейтін орманның ішін құрғақшылық жайлапты. Жаз келсе де бір тамшыда жаңбыр жаумайды екен. Шөлден азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табуға жиналысыпты. Сөйтіп, араларындағы біреуінің ұсынысымен құдық қазуға бел буыпты. Барлық жануарлар, тіпті құстарға шейін күндіз түні еңбек етіп, құдық қазуға кірісіпті. Бірақ араларындағы қоян ғана «Мен әлі кішкентаймын» деп жалқауланып жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі өзге жануарлардың ашуына тиді. Сөйтіп, жануарлардың еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай су шыға бастапты. Мұны көрген олар қуанып, суды қанып ішіп, әрі жуыныпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген жалғыз қоян ғана су іше алмайды екен. Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамауы үшін күн сайын кезекші тағайындайды екен. Қоян істеген ісіне іштей өкінсе де, бұл өкінішінен ешқандай пайда таппапты. Бір күні түнде кезекшілік кезегі пілге келіпті. Пілмен дос болған қоян ешкімге білдіртпей су берер деген оймен қасына барады. Сөйтсе, піл ұйқыға кеткен екен. Қанша оятса да ұйқысынан тұрмапты. Болмаған соң құлағына барып айқайлапты. Ұйқысынан шошып оянған піл құдықтың шетінде үйіліп тұрған үйіндіге соқтығысып, үйіндіні құдықтың ішіне құлатып алыпты. Осылайша құдық бітеліп қалады. Болған оқиғаға қатты қайғырған піл, «Мұның бәрі менің кесірім. Енді не ішеміз? Ертең жануарлар не дейді?» деп жылай бастайды. Қоян болса сонда: «Достым, қайғырма, бір жолын табармыз. Екеуміз де осы құдықты қазатын болсақ, таң атқанша бітіріп қалармыз» дейді. Сонда піл: «Сен кішкентай әрі әлсізсің ғой» десе, қоян: «Енді көрде тұршы менің қалай жұмыс істегенімді» дейді. Шынында да қоян білегін сыбанып, іске кірісіп, таң атқанша пілмен бірге құдықты қазып тастапты. Ертеңіне піл барлық жануарларға қоянның еңбегін айтып, мақтапты. Барлығы шапалақ ұрып, құдықтан су ішуіне енді лайықты болғанын айтады. Қоян су ішкенмен қоймай, өзге жануарлармен қайта татуласқанына да қатты қуанған екен. Өзін орманның бір мүшесіндей бақытты сезініпті. Олай болса, балалар, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп ата-бабаларымыз бекерге айтпаса керек.